Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше әдемі және жеуге ыңғайлы самса ашпашках дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ұнымызға тұз қосып аламыз. Ары қарай тоңазытқышта тұрған қатты майымызды ұнға аунатып, үккіштен өткізіп аламыз. Енді екеуін біріктіріп, құм тәріздес етіп жасап аламыз. Құрамын қанша мөлшерде қосатын барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Қамырымыздың ортасын ашып, ары қарай су, жұмыртқа және қаймағымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырдың ерекшелігі, ешқандай да қамырды жайып, арасына май жағып, қайтадан орап жүруді қажет етпейді. Осылай қамырды илейміз, ары қарай пайдалана береміз. Қамыр бірігіп, жақсылап иленгеннен кейін, пакетке салып 15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Сол арада салмасын дайындаймыз. 400 грамм фарш және 400 грамм пиязға дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Пиязды майдалап турауға тырысыңыздар. Ары қарай қамырымызды ыңғайлы етіп осылай екіге бөліп аламыз. 15 граммнан бөліп, барлығын құрт тәріздес етіп айналдырып шығамыз. Барлығын 15 граммнан бір келкі етіп бөлуге тырысыңыздар. Себебі самсаларымыз әдемі бір келкі болып шығу үшін қамырды 1 граммда бөлу керек. Әртүрлі болса, ол белгілі, әртүрлі болып шығады. Ары қарай қамырымыздың бетін пакетпен жауып, шетінен пайдалана береміз. Қатты жұқа етпей, орташа етіп қамырды жайып аламыз. 1 шай қасық салмасын салып, астынан түйіп, бетінен кішкене тегістеп, домалақтап, жайғастырып қоямыз. Оқтаумен қатты баспай, осылай видеодағыда көрсетілгендей етіп жайып аласыздар. 1 шай қасық салмасын салып, астынан түйеміз. Осылай домалақ етіп формасын келтіріп, шетінен қойып шығамыз. Енді бір жұмыртқаны жарып, араластырып, бір келкі етіп самсаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып шығатын боламыз. Ары қарай кунжут сеуіп шығамыз. Енді осы самсаларымызды 180-200 градуста қызып тұрған пеште 25 минут шамамен пісіріп аламыз. Осылай болып шығады. 15 сантиметрлік шпажкаға шетінен орналастырып шығамыз. Негізінен бірден шпажкеге қойып пісірсеңіздер де болады, онда ешқандай да дәміне әсер етпейді. Мен осылай бірінші пісіріп алдым, одан кейін барып шпажкеге тізіп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!